Ғалымдар айтады, намаз оқымай адамдар ұятсыз адамдар екен дейді. Өте ұятсыз адам екен дейді. Кім намаз оқымаса ұятсыз адам дейді. Неге ұятсыз? Ұялмайды екен дейді. Алла Тағала есін білгеннен бері сондай нығметті оған берді дейді. Оны жарық дүниеге келуді Алла нәсіп етті дейді. Мынау аталық ұрық шыққан кезде дейді, әкенің белінен дейміз ғой. Сол кезде миллиондаған ұрық шығады екен ғой, аталық ұрық. Солардың ішінде Алла біреуін ғана таңдайды дейді. Қалғандардың бәрі қалады дейді ғой жолда. Былайша айтқан кезде осы отырған әрқайсымыздың жанымызда миллиондаған адамдар болған. Алла Тағала мені таңдады, оразағаны таңдады, міне сіздерді таңдады ғой Алла Тағала. Былайша айтқан кезде мына өмірге келген адам, әр адам баласы ол избранный дейді. Таңдалынған адамдар ғана өмірге келеді дейді. Ана мыңнан жүйрік дейді ғой қазақ. Сол мыңнан жүйріктер, миллионнан жүйрік адамдар ғана келді ғой өмірге. Енді келіп алып жүрмеу керек та сағыз жинап. Миссияңмен айналыспайшы келген екен. Не үшін келдің сен? Келдіңіз ба енді?